1971 жылы Қазақ ССР Министрлер кеңесі Жезқазған өндіріс аймағын дамытудың 25-30 жылға арналған жоспарын бекітті. Бұл бағдарлама аясында Анинск кен аумағындағы шахталар салу, нөмірі 57 және нөмірі 65 шахталардың қуатын арттыру талабы қойылды. Сонымен қатар Ақши Спас кен орнын игеру сияқты батыл да өміршең жоспарлар енді. Бұл Жезқазған кен металлургия комбинатының құрылысының аяқталуы менің ойымша Жезқазған облысын құруға, осы өңірдің табиғи байлықтарын барынша молырақ және өнімді пайдалануға мүмкіндік жасады. Бүкіл одақ көлемінде өндірілетін мыстың 1/3-ін, ал Қазақстандағы өндірілетін мыстың 75%-ін беретін күшке ие болды. Республиканың үлкен индустриалды аумақтарының біріне айналды. Мысалы, индустриалды аймақтардың біріне айналғанын мысал келтіруге болады. Жезқазған облысында өндірілген өнімнің 85% ол ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының өнімі болды. Өңірдегі мұндай өміршең бастамалар жақсылықтың нышаны болғаны жасырын емес. Өйткені еңбектің өтеуі ақталатын сәтте туды. 1973 жылы 20 наурыздағы Қазақ СССР жоғары кеңесі президиумының жарлығымен Жезқазған облысы құрылды. Оның құрамына 5 қала, 7 селолық аудан кірді. Облыс аумағына 313.400 шаршы шақырым жер бөлінді. Орталығы Жезқазған қаласы болып бекітілді. Осылайша қала атауын алған 19 жылдан соң Жезқазған республикадағы 19-шы облыстың орталығы мәртебесін иеленді. Жаңа облыстың ашылу салтанатына Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың өзі келді. Ол жаңадан ашылған мыс заводын аралап, өндіріс орындарымен танысты. Металлургтер мәдениет сарайындағы мына салтанат сол ұмытылмас сәттердің жарқын көрінісі. Облыс активінде Жезқазған облыстық партия комитетінің бірінші хатшылығына Константин Лосев, облыстық атқару комитетінің төрағалығына Қамза Жұмабеков тағайындалды. Сол Жезқазған облысын басынан аяғына дейін 15-16 жылдай басқарып қызмет атқардым. Қазақ азаматтары, жастар соған шақырылып, өздерінің бұлайша айтқанда зор адамгершілік қасиеттілігіменен еліміздің бұлайша айтқанда құрметіне бөленіп, облысты көтеруге үлкен үлес қосты. Ол кезде техника қазіргідей жеткіліксіз, халықтың бұлайша айтқанда сүйемелдеу ақылыменен еңбектенетін едік. Әрине, облыстың ашылуы Жезқазған қаласының дамуына жаңа серпін қосқаны анық. Облыстық мекемелер есебінен көптеген әлеуметтік тұрмыстық нысандар бой көтерді. 70-ші жылдары Жезқазғанның рухани, мәдени өміріне қатты әсерін тигізген бірнеше құбылыстар болды. Біріншісі, Қарсақбай мыс заводы жабылып, Қарсақбайлық металлургтердің Жезқазғанға көшіп келуіне байланысты. Екіншіден, 73 жылы Жезқазған облысы құрылып, Жезқазған облысы орталығына айналды. Үшіншіден, Жезқазғанда педагогикалық институт және Қарағанды политехникалық институтының филиалдары ашылып, бұл факторлар қаланың рухани мәдени келбетін бір жағынан қазақыландырып, екінші жағынан көтерілуіне оң әсерін тигізді. 70-ші жылдардың аяғынан бастап 4 жыл күрестің арқасында осы ақсақалдар, сол менің әкем бас болып, мұсылмандардың қауымдастығын құрып, мешіт ашу құқығына ие болды. Бұл кеңес дәуіріндегі өте сирек құбылыс еді. Сөз жоқ, осы кезеңнен бастап бұрынғы жұмысшылар қалашығының әлеуметтік мәдени деңгейін көтеру, оның ішінде әсіресе ұлттық руханияттың жаңғыруы күн тәртібіне шықты.
1973 жылдан бастап Жезқазған туы Жезқазганская правда облыстық қоғамдық саяси газеттері шыға бастады. Қарағанды политехникалық институты жалпы техникалық факультетінің күндізгі бөлімі, Жезқазған мәдени ағарту училищесі ашылды. Жезқазған Мәскеу бағытында әуе қатынасы орнады. Никольск кенті қала мәртебесіне ие болды. Облыс орталығының басшылығына нағыз іскер адамдар тартылды. Солардың бірегейі 12 жыл Жезқазған қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы болған Ошақбай Асылбеков еді. Ешкімнің көңіліне тимесін, бірақ біздің Ошақбай ағаның, Асылбековтің сол Жезқазғанның ана Кеңгір қоймасы, су қоймасының тас жағалауының бәрін көк майса орманға айналдырған ешкім оған күмән келтірмес, және оны ешқай уақытта ұмытуға болмайды. Партияның күшінің нағыз қайратты уақытында біздің Ошақбай ағамыз Жезқазғанға көп еңбек етті. 75 жылы 30 жылдық жеңістің 30 жылдығына байланысты үлкен ескерткіш ашылды. Ол мына Кеңгір қоймасының жағалауында. Мына ғарышкерлер аллеясы ашылды Жезқазғанның тура ортасында. Оған үлкен жаңағы жер шарының макеті қойылды. Алғашқы құрылысшылардың ескерткіші ашылды. Анау аэропорт, жаңадан аэропорт салынды. Бірінші хатшы бірінші кезекте қаланы сәулеттендіруге қатты көңіл бөлді. Мәселен, 1975 жылы ашылған Мәңгі алау кешені, ғарышкерлер бақ жолындағы ғарыш сәулет композициясы, ұлт азаттық қозғалыс қаһармандарына арналған ескерткіш, ғарышты бағындырушылар монументі Асылбеков бастамасының жемісі. Ол кезде айтып өту керек, Юрий Алексеевич Чуйков қаланың горисполкомының председателі, Ошақбай Асылбеков қаланың горкомының бірінші хатшысы, сол кісілердің тікелей басшылығыменен осы орталық қалыптасты. Қазіргі бірінші құрылысшылардың алаңы деп, қазір анау музей тұрған, содан кейін әлгі фонтан тұрған, сосын ар жағында памятник тұрған үлкен алаң бар ғой. Сол алаң шұқыр болатын, ой болатын. Құрылыс қарқынды, екпінді жүріп жатқан уақытта жаңағы апарып бір жерге төгудің орнына тездетіп жаңағы любой тасаға төге береді ғой. Соны жаңағы қуып жүріп, сол мәшинелерді ұстап алып, горисполкомда административная комиссия деген бар. Соған саламыз да мойнын асып қоямыз. Қазақша айтқан уақытта ешқандай ақысыз, пұлсыз тегістеп, сол анау жаңағы бірінші құрылысшылардың памятнигін салдық сол жерге. Ошақбай Асылбековтың Жезқазғанға қалдырған тағы бір қолтаңбасы ол Кеңгір су қоймасының тас жағалауын жасылдандыру жұмыстары. Жалпы ұзындығы 25 шақырым көл жағалауына 6 қатар тал отырғызуға бүкіл қала жұртшылығының үлесі бар. Мысты қаланың сол жылдардағы өркендеуі Юрий Чуйковтың жадында әлде сайрап тұр. Вопросы, которые в тот момент решались, Ол уақытта қалалық атқару комитеті қаланың күнделікті қалыпты тіршілігін қамтамасыз ететін бүкіл салаға жауапты болатын. Өкініштісі сол, 1976 жылдары қаланы абаттандыру саласы мүлдем ұмыт қалыпты. Бұған жауапты қалалық коммуналдық шаруашылық мекемесінің не жоспары, не мүмкіндігі жоқ. Жедел түрде қалалық күрделі құрылыс бөлімін ашуға тура келді. Содан кейін-ақ жұмыс жүре бастады. Нәтижесінде қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы Ошақбай Асылбековичпен кеңесе отырып көптеген бастамаларды жүзеге асырдық. Сондай-ақ сол жылдары қаланы абаттандыруға мол қаражат бөлінді. Металлургтер алаңын қайта жөндеу, көшелерді кеңейту шараларда сол уақыттың нәтижесі. 1970 жылдардың ортасында Жезқазған облыстық филармониясы құрылды. Ұлытау халықтық өнер ұжымы, эстрадалық жезкиік ансамблі ұйымдастырылды. Жезқазған педагогикалық институты нөмірі 3-ші орта мектеп ашылды. Орбита кинотеатры іске қосылды. Саяси ағарту үйі салынды. Қаланың 5-ші және 6-ші микроаудан құрылыстарының қарқын алғанын ұмытпаған жөн. Негізінен 5 қабатты панель үйлердің құрылысы 3 ауысыммен жүргізілді. Өйткені жас қалаға қоныс аударушылар өте көп болатын. Ресми деректерге жүгінсек, 1979 жылы қалада 1.350.000 шаршы метр тұрғын үй қоры қалыптасқан. 1960 жылдарға дейінгі
жезқазғанның шекарасы осы жер, яғни қазіргі Гагарин көшесі. Тарихтан білетініміздей 1961 жылдың 12 сәуірінде адамзаттың алғашқы ғарышкері Юрий Гагарин тура осы жердегі 400 шақырым Байқоңырдан көкке самғаған болатын. Сол айтулы оқиғадан соң, яғни 1961 жылдың 19 сәуірінде бұрынғы Первомайская көшесіне Гагариннің есімі берілді. Сол жылдардан бастап Жезқазған ғарыш айлағы деген атауға ие болды. Космостың заманы дәуірдің жаңені, қазақтың жерінен айналайын. Байқоңырдан ұшқан ғарыш кемелерінің жерге қайтып оралғанда табан тірейтін айлағы осы өңір. Бұл дәстүр 1973 жылы 29 қыркүйекте космонавтар Лазарев пен Макаровтардың жерге сәтімен оралуынан басталады. Осылайша ғарышкерлер үшін Сарыарқа төсі құтты мекен екінші отанына айналды. Виктор Ловецкий сонау 70-ші жылдары ғарышкерлерді қарсы алу комиссиясының жетекшісі болғанын сағынышпен еске алады. Очень много пришлось мне работать с космонавтами. По должности, когда второй старый горком. Ол жылдары мен қалалық партия комитетінің екінші хатшысы қызметінде едім. Сондықтан да ғарышкерлермен жұмыс жасау маған жүктелді. Жауапты әрі қызықты тапсырманы орындауды талай оқиғалар бастан өтті. Ең бастысы жұлдызды ғарышкерлердің қарапайымдылығына тәнті болатынбыз. Көптеген ғарышкерлердің қолтаңбалары әлі күнге дейін менде сақтаулы. Ғарышкерлердің қала жұртшылығымен кездесулері, оларға Жезқазған қаласының құрметті атақтарын беру салтанаты сол уақыттың өзгермейтін талабы болатын. 1977 жылы Жезқазғанда ғарышкерлер бақ жолы ашылды. Бұл ерлікке тағзым мен дәстүрге адалдық ұстанымынан туған шешім еді. Жезқазған ғарыш айлағы деген ұғым сонау 60 жылдан күні бүгінге дейін Жезқазғанның басты брендтердің бірі. Осы жылдар ішінде жазиралы Жезқазған жері 100-ге жуық ғарышкерлерді қарсы алыпты. Олардың барлығы Жезқазған қаласының құрметті азаматтары. Олар отырғызған мына мәңгілік жасыл қарағайлар мәңгілік ерлікке тағзым ретінде Жезқазғанның көркіне көрік қосып тұр. Бұл жасыл ағаштардың арасында қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 1991 жылдың қараша айында отырғызған ағашы да жапырақ жайып тұр. Жалпы Жезқазғанда космонавтиканың кемел іздері өте көп. Мысалы, мына қиыршық тастан бедерленген Гагарин бейнесі қаланың танымал белгілерінің бірі. Алғашқыда осылай жарқырап тұратын, соңғы жылдары тасада қалып қойған. Жан-жағынан бей-берекет салынған ғимараттардың кесірі бұл. Ал сонау 70-ші жылдары қаланың бас жоспары жасалғанда мұндай жүйесіздікке жол берілмейтін дейді белгілі құрылысшы Александр Акулов. Простоя фактически не было. Мы не чувствовали себя, понимаете? Мы только знали, что у нас были... Ол жылдары құрылыс материалдары тапшылығын мүлдем білмейтінбіз. Өйткені Казметстрой тресінің қуатты өз құрылымдар мен базасы болды. Сондықтан да құрылысшылар кез келген нысанды мерзімнен жарты жыл бұрын тапсырып жүрді. Әлі күнге дейін сол нысандардан ақау таппайсыз. Себебі оларды білікті құрылыс институттары алдын ала бір жыл бойы жобалайтын. Ал нақты құрылыс басында бақылау күшті, талап жоғары. Мәселен, сол кездегі Жезқазғандағы ең биік ғимарат саналатын мына үй мен жанындағы балалар әлемі дүкені ғимаратының құрылысын қатар жүргізгеніміз есімде қалыпты. Құрылысшының айтуына қарағанда, ол кезде қалада үй құрылыс комбинаты, бірінші кірпіш зауыты, темір бетон зауыты сияқты кәсіпорындар қалыпты жұмыс істеп тұрған. Осындай қуатты құрылыс саласының күшімен жыл сайын қалада 40 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп отырды. 70-ші жылдардың аяғында алғашқы құрылысшылар алаңы нөмірі 7-ші орта мектеп ашылды. Облыстық тарихи өлкетану музейі нөмірі 1-ші аурухана пайдалануға берілді. Нөмірі 65-ші алып шахта іске қосылды. Облыстық ақындар айтысы өтті. Жезқазғанның таңбасы бекітілді. Әрине, мұндай баянды бастамалардың негізі қала экономикасының тәуір көрсеткіші.
Ал оның тамыры өндірістің өзегінде жатыр. Ері ел дәулетін молайтса, елі ер мерейін асырды. 70 жылдардағы сондай мерейлі тұлғалардың бірі атақты металлург Оразалы Мейрамов. Әу баста жаңағы әскерді бітіріп келгендегі мақсатым сол алдыма қойған әке шешемді бағу, соңымнан үшіні меріп еді, үшеуін сол жеткізу еді мақсатым. Алла қаласа сол мақсатыма жеттім. Соларды жеткізем деп жүргенде өзім де балалы шағалы болып, енді қазіргі уақытта өзімнен өрген балаларым сол осы комбинаттың, корпорацияның әр жерінде еңбек етіп өздерінің күндерін көріп жатыр. Ағайынды төртеуміз осы мыс балқыту заводында істегенде бізді ол уақыттарда әлгі династия дейтін тұғын. Ол еңбек жолын Қарсақбайдан бастап, кейін Жезқазған мыс зауытында жалғастырады. Мейрамовтың мерейін асырған қажырлы еңбегімен белсенді әрекеті. Мәселен, Магнитогорскідегі атақты достық балқымасына Қазақстаннан қатысқан екі металлургтың бірі осы Оразалы ақсақал. 1977 жылы Қазан төңкерісінің 60 жылдығы болды. Сонда Мәскеуде достық балқымаға жаңағы социалистік елдердің металлургтерін, жаңағы мысшыларын басын қосты. Біздің елден Қарағандыдан қарамысты балқытатын Төлеген Адам Жүсіпов деген металлург бар. Қарағандының. Осы Жезқазғаннан түсті металлургияны балқытатын мен бардым жағы. Жалпы күллі социалды мемлекетінен жағы ГДР бар, Чехословакия бар, Болгария бар, Румыния бар. Сол елдерден біздің сосын әрбір республика бар емес пе? Солардан бір-бір металлургтер. Сонда сол достық балқыма жасадық. Мына Магнитогорский металлургический комбинатта. Мына кадрлер Жезқазған тау-кен комбинатының жарты ғасырлық мерейтойында түсірілген. Оразалы Мейрамов бастаған еңбек майталмандары той төрінде, құрмет биігінде. Кейбір деректерге жүгінсек, қазақтың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқов осы мерейтойға арнап «Жарқырайды Жезқазған» деген ән жазған. Кеншілердің қаласынан отты көрдім тізбегін. Сол жалынның арасынан сәулем сені іздедім, іздедім, іздедім. Әннің сөзін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов. Көптен бері айтылмай кеткен ән. Сондықтан да шығар, әннің тарихына қатысты мақалалар әлденеше рет баспасөз беттерінде шықты да. Демек, уақыт сынынан өтіп, адамдар санасында сақталған дүние болғаны ғой. 1992 жылы Шәмші атамыздың атындағы бірінші республикалық конкурс өткенде мен осы әнді бірінші рет орындаған едім. Сол жолы мен Шәмшінің жаңа әнін орындаған деген номинация алып, дипломант атанған болатынмын. Содан бері мінекей қанша жыл өтті, бұл ән жабылып қалды. Енді биыл осы Жезқазғанның 60 жылдығын арнап, қайтадан жаңғыртып осы әнді айтып жатырмын. Бұл нағыз осы мерекеге толық лайықты ән деп есептеймін. Написано оно в вальсообразной форме. Ән түрлі ырғақ иірімдерімен толыққан. Вальс санатындағы әнге жатады. Әуен ерекше ықыласпен, сүйіспеншілікпен жазылғаны көрініп тұр. Красивая такая, насыщенная. Ол кез Жезқазғанның енді дамып келе жатқан уақыты. Ал мұндай жасампаздықты жырлау кеңес заманында өнер мен мәдениет қайраткерлеріне жүктелер басты талап болатын. Қалай десек те, вальс королінің жүрегін жазиралы Жезқазған жері тебіренткені байқалып тұр. Қызғалдақтай құлпырасың, жарқырайды Жезқазған, Жезқазған, Жезқазған.